Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен лаваштан жасалатын тауық еті қосылған тіске бастардың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен табаға сұйық майды құйып, орта отта пияз және сарымсақты қуырып аламыз. Пиязды қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне туралған қызанақты қосамыз. Қызанағымызды осылай суы шыққанша қуырып аламыз. Оның үстіне туралған тауықтың етін қосамыз. Тауықтың етін жақсылап қуырып алған соң, үстіне дәміне қарай тұз және дәмдеуіштер қосамыз. Тауық етін жақсылап қуырып алған соң, оның үстіне қаймақ және 5 ас қасық қайнатылған су құйып, 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді лаваштың қамырын кесіп дайындаймыз. Ол үшін бізге домалақ пішін керек. Соны кесіп аламыз. Егер сіздерде осындай кесетін болмаса, пышақпен де кесуге болады. Лаваштың қамырын кесіп алған соң, дайын болған салмасын лавашқа салып, формаға орналастырамыз. Барлық лавашты формаға салып болған соң, енді үстіне үккіштен өткізілген сырды қосып, қызып тұрған пеште 15-20 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің тіске басарларымыз дайын болды. Өте оңай рецепт. Менімен бірге дайындап, ауыз тиіңіздер. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.